ит деген бар. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Катямыз еркек лақ туды. Настя лағын алмай жатыр еді. Лағын алып кетті. Жатыр лағы. Қазір мен сіздерге көрсем. Настяның лағы. Лағын емізіп тұр. Басында емізбей тұрады. Ешкі немесе қой лағын алмаса не істеу керегін айтайын мен. Өз басымнан өткен өз тәжірибем бойынша. Бұны алмаса өз несін бөлек тар қораға қамап қою керек. Тар қораға қамаса олар бір-біріне үйреніп лағын алып кетеді, немесе үстіне өзінің үстіне сау керек. Үстіне сауып жіберсеңіздер, өзін иіскетсеңіздер, өзі иіскеп, өзінің үстін жалап лағын алып кетеді. Немесе оңай жолы мен қолданып жатқан ешкінің басын ұстап тұрасыздар. Ұстап тұрып емізесіздер. Күнде 3 рет. Сөйтіп екеуін бөлек қалдырып кетесіздер. Екеуі бөлек жерде бір-біріне үйрену керек. Сонда лағын алып кетеді. Міне мына лақты да ана қойдың қозысында солай алдырдым. Көк лақ, көк ешкі. Жақсы, өте жақсы. Лағына жақсы қарайды. Міне кішкентай лағы қосындығы. Так, мына қара лақ, мына қара ешкінікі. Енді бұл жерде мына ешкі қалды, тумаған. Енді үлкен қойлардың арасында да тағы да боғаз ешкілеріміз бар. Оларға әлі ерте 1 айдай бар. 1-2 аптада оларды да кіргіземіз жемге. Бұларға бүйтіп жем берген себебіміз бұлар лақтары өсу үшін, тез өсу үшін, сүтті жақсы беру үшін, лақтарын тою үшін бұлай ешкілерге жем береміз. Енді бұлардың бәрі қазір машпаяға жат. Шығыңдар давай. Катя лағын тастамай кетіп. Аналар кете береді.
Ma. Tabii ешкілер наяққа жайылып отыр. Енді осыларды осы жерге жайыла берсін енді. Біраз осы жерге жаям. Өздері болғанша. Мен басқа жұмыстарымды істей беремін, бұлар өзі жайыла береді. Шантақ жеп отыр. Так енді үлкен қойларды санап шығар жарайық.